Сәлем достар, өкше неден жарылады. Мені жоғалтылмас үшін лайк басып, каналыма тіркеліп, жаңа видеоларымды көру үшін қоңырауша белгісін басып қойыңыз. Деректерге сенсек, өкше мен башпай терлерінің құрғап жарғақтанып кетуі әлем халқының 80%-ында кездесетін жағдай екен. Бірақ оның 20% ғана бұған мән береді де, қалғаны өкше пышақпен кескендей терең жарылып, инфекция түсуінен түрлі сырқаттарға ұрынбайынша аяққа күтім жасамайды екен. Ал негізінде аяқ адамның бүкіл салмағын көтеріп тұратын қара күш болғандықтан, оған ерекше күтім мен демалыс керек. Өкшенің жарылуын екі түрге бөліп қарастыруға болады. Қысы-жазы жарылып жүретін өкше ағзаға витамин жетіспейтінін білдіруі мүмкін. Сондай-ақ ол гастрит дертінен хабар береді. Қант диабеті де өкшенің қысы-жазы қабыршықтана жарылуына себеп. Жылы суға жуып, тиісті ем-дом жасағаннан жазылмайтын мұндай жарылу байқалса, дәрігерлік тексеруден өткеніңіз абзал. Өкшенің жарылуы көп жағдайда суды аз ішетін адамдарда кездеседі. Адам күніне орта есеппен 2-2,5 литр су ішуі керек. Дегенмен бұл тәртіпті ешкім қадағалай бермейді. Есесіне ағза сусызданып, адам терісі құрғайды. Мұндай адамдарға әжім көп түседі. Ұйқы және қалқанша безі жұмысында ақау бар адамдардың өкшесінде пышақпен кескендей терең тілімдер болады. Жүргенде өкшеге батып ауыратын мұндай жарылуды кетіру үшін алдымен жоғарыда аталған ауруларды емдеген жөн. Ал егер өкше жаз мезгілінде жарылса, онда аяққа өзгеше күтім жасауға тура келеді. Негізгі күннің ыстық сәулесі қызуын жерге сіңіреді. Ал ол қызуды алдымен аяқ сезеді. Ыстыққа табан терісі құрғап жиырылады. Табан терісі күйіп қабыршықтана бастайды. Осы өлі теріні күнделікті жылы сумен жуа отырып, аяққа крем жағып тұрмаса, ол қатпарланып тереңірек жарылады. Бұл жарақатқа микроб үйіркеледі, ал оның жақсылық емес екені аян. Ендеше аяққа күтім жасаудың жөнін біле жүргеніңіз жөн. Аптасына 2 рет аяқты шымшым ыстықтау суға салып 20 минут отырған жөн. Суға аздап сабын немесе сода қосқан жөн. Болмаса 2 литр суға бір ас қасық түймедақ гүлін қосуға да болады. Ол аяқты тынықтырып, шаршауды тез басады. Теріні жайландырып, нәрлендіреді. Осыдан кейін өкшедегі башпай ұштарындағы жансыз теріні арнайы құралмен алып тастап, майлы крем жағу керек. Жазда жайсыз көрінетін өкшенің жарылуын андыз тамыры немесе жас капуста жапырағы арқылы кетіріп көріңіз. Андыз тамырын жарты литр суға қайнатып, осы тұнбаға малынған дәкеге өкшені орап ұйықтауға болады. Ал таңертең жұқалап крем жағып, мақта матадан тігілген шұлық киген жөн. Жатар кезде капуста жапырағын сөлін шығара жұмсартып таңып қойсаңыз да болады. Сулы дәкеге таза бал жағып, онымен өкшені орап қойсаңыз да терең жарылудың жазылуына көмектеседі. Ол үшін өкшені жылы суға салып, балаларға арналған сабынмен жуу керек. Соңыра бал жағып қойсаңыз жарылғанды ғана емес, тері саңырауқұлағы сынды дерттің алдын алуға жәрдем болады. Қазақша каналының дамуына үлес қосып, лайк басып, комментарий жазып, видеоның соңына дейін қарап, жақындарыңызбен бөлісе отырыңыздар. Назарларыңызға рахмет.